Hello everyone, welcome to our English lesson. Today we are going to learn about the past simple tense. It's one of the most important tense in English and it's very easy to use. So guys, бүгін біз жай өткен шақ тақырыбында сабақ өтетін боламыз. So бірінші біз жай өткен шақ деген не екенін біліп алайық. The past simple tense is used to talk about action or situation that happened in the past and are finished. Яғни, жай өткен шақ бұл өткен уақытта болған және аяқталған іс-әрекетті білдіретін шақ болып есептеледі. Яғни, біздің өткен іс-әрекеттеріміз, бұрын аяқталып қойған іс-әрекеттер осы жай өткен шақ екен. Және де біз екінші past simple tense-тің құрылысымен танысатын боламыз. Бірінші affirmative болымды сөйлемдерде қалай қолданылып келеді екенін түсіндіретін боламын. Бірінші болымды сөйлемде формуласы subject plus verb to plus object. Яғни, біз past simple tense жасаған кезде бірінші бастауыш plus verb to, яғни етістіктің екінші формасы plus тоқтауыш. Яғни, біз past tense жасаған кезде ed жалғауы жалғанады. Яғни, біз етістіктің екінші формасын қолданамыз. For example, I visited my grandparents yesterday. Мен кеше әжем мен атама бардым. Яғни, біз visit деген етістікке ed жалғауын жалғау арқылы бұл бізде өткен шаққа айналып тұр. Яғни, мен кеше әжем мен атама бардым. The second negative болымсыз сөйлем. Бізде negative structure'ның формуласы subject plus did not көмекші етістігі plus verb base form. Яғни, бізде did not көмекші етістігі қолданылған кезде етістіктің бастапқы түрі қайтадан өзінің орнына келеді. Яғни, етістік verb 1. For example, I didn't visit my grandparents yesterday. Мен кеше әжем мен атама бармадым. Didn't көмекші етістігі қойылған кезде біздің visit сөзіне ed жұрнағы жалғанбайды. So, the next interrogative. Сұраулы сөйлемде біз past simple'ды қалай қолданамыз. Бізде жаңағы did көмекші етістігі subject'ың алдына шығады. Яғни, did plus subject plus verb base form. Яғни, біздің verb екінші түрге ауыспайды, екінші формаға ауыспайды, бірінші формада қала береді. Plus object. For example, do you visit your grandparents yesterday? Сен кеше әжең мен атаңа бардың ба? Яғни, біз did көмекші етістігін бастауыштың алдына шығарып жіберу арқылы сұраулы форма жасай алады екенбіз. So, біздің келесі тақырыбымыз дұрыс және бұрыс етістіктер. Біз және айтып өткендей, дұрыс етістіктердің өткен шағына ed жалғау арқылы жасалады. Мысалы, play, played, visit, visited, watch, watched. Яғни, бұл бізде дұрыс етістіктер, regular. Бұл ed арқылы жасалатын дұрыс етістіктер. Ал бізде ережеге бағынбайтын бұрыс етістіктер бар. Яғни, бұрыс етістіктердің өткен шағы ерекше түрде өзгереді. Оларды біз жаттап алуымыз керек. For example, go, went, see, saw, eat, ate, buy, bought. Яғни, біз осы етістіктерге, мысалы, go, go деп айта алмаймыз.
see it деп айта алмаймыз, яғни ол толықтай өзгеріп кетеді. Иди жалғауы жалғанбайды. Және біз келесі time expression уақыт сөздері. Яғни бізде past simple tense'те past simple мен жиі қолданылатын уақыт сөздері. Yesterday, кеше, last night, last week, last month, last year. Өткен түнде, өткен аптада, өткен айда, өткен жылы. 2 days ago, 2 күн бұрын, 2015, 2015 жылы. When I was a child, мен бала кезімде деген сияқты past simple'дың уақыт сөздері. So, to sum up, you use past simple to talk about actions that happened in the past. Keep practicing and you will get even better. Bye for now.